Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Еркош. Бүгінгі видеода бомж өмірінің 11 бөлімін түсіретін боламын. Достар, мен бұл видеода өзімнің таксопарк гетімді сатқан болатынмын. Енді сол бизнесті сатып, мен тағы да бір бизнес алдым. Барлығын осы видеода көре аласыңдар, ал мен көп сөйлемей видеоны бастаймын. Достар, видео бастамастан бұрын сендерге Думан КРМП деген баланың видеосын ұсынамын. Ол топовый видеолар түсіреді, кәдімгідей новый сервер Пензаға барған, и сол жақта ол автокейс айналдырып и бизнес сатып алған болатын. Сосын ол Ханов Empire деген семья ашқан Пенза серверінде. Есече сол серверге кіріңдер, автопарк топовый, сол серверге сендерді шақыратын боламын. Есече фамилиялары Ханов болса, сендерге екінші ранг тегін беретін болады. Описаниядағы сілтемеге өтіп видеоны қарап кет. Видеоға оралайық достар. Мен алдыңғы бөлімде Южныйдағы 24/7-ді сатып Get таксопаркын алған болатынмын. И мен соған топовый автопарктер алдым, 15 миллиондай общий тұратын. И бұл Get таксопаркінде финкасы 1 миллиондай стабильны. И бұны дәл қазір мен бұны сатайын деп жатырмын. Міне аукционға қояйын деп жатырмын. Финкасы стабильны 1 миллион. И автопаркпен бірге 75 миллионға бір адамға сататын боламын. Палоу кетіп жатыр. Лоумен сатып жатырмын кәдімгідей. Парсан ценаға 75 миллионға. Негізі бұны мен без автопаркқа 64 миллион алдым. И плюс 15 миллиондай автопаркке қосқан болатынмын. Бұны мен 73 миллионға қазір қоятын боламын мінекей. И бір адам қазір 75 миллионға перебет етіп осы таксопаркты алатын болады. Маған срочно ақша керек болатыр. Енді не үшін керек болатыр, оны алдағы видеода көре алатын боласыңдар. Міне достар, уже 30 секундтан кейін слет болады. Міне аукцион деп жазып қараймыз. Так, міне уже 75 миллион ставканы тығып қойған. Бизнес, міне G такси деп тұрады. Атын өзгертіп тағам білмеймін. Міне этот ваш слот перейдите в меню моей. Что-то қазір уже сатылу керек достар. Күтеміз. Уже 10 секундтай қалды. Ревард деп жоқ, ода ақша жоқ екен. Так, уже слет болу керек достар қазір. Сосын қанша түсетін маған қызық болып тұр. Комиссия қанша алады екен? 75 миллион 190 мыңға ставка тігіп қойған. Опа, ана, все, ревард. Бізге 71 миллион 430 мың 500 рублей түскен. Комиссия кәдімгідей жаман жеді екен, 4 миллиондай комиссия жеп қойды. Использовать, ё-моё, мына кайфты айтсаңдар жестко ғой. Енді біз дейтін транспортный компания алатын боламыз. Бізде қазір қолымызда 120 миллиондай бар. Ол ТК-ны алу үшін мен дейтін семьядағы бір баладан долг алып жатырмын, 13 миллион. И 4-5 күннен кейін оған мен 16 миллион қылып қайтаратын боламын. Барлығын смело қайтарып тастаймын, вадалар жасаймын, и ТК-дан ақша көтереміз. Смело, easy болады. И қазір ол маған дейтін шотыма ақша аударатын болады. 13 миллиондай аударады. И бұл мен ТК-ны 150 миллионға алайын деп жатырмын. Топовый ТК, спискада 5-ші болып тұрады. Ең палоу алып жатырмын, бұны тоже апардан ценаға. Бұл так 150 миллионға аламыз. Қазір мен қолымда 125 миллион бар. И автопарк, мынау имуществомды сатып, тағы да ақша қосатын боламын үстіне. Қазір 13 миллионды беру керек. Так, күтеміз достар. От души саған Хеннеси Мансори, осы видеоны көріп отырсаң, осы есече маған долг берсеңдер болады. Смело сендерге 4-5 күннен кейін немесе бір аптадан кейін сендерге шамалы үстіне ақша қосып қайтаратын боламын. Так, счетым аудару керек. Қазір күтеміз достар. Все, аударған сияқты ғой. Так, тайм. Все, аударды достар. Кеттік, таймды қараймыз да, енді ақшамызды қарайық. Міне, счет 0-0 паролі. Міне ақша, міне 12 миллион 740 мың рублей бар екен. Комиссиясы жесткалық болады екен. Бұны шешіп алайық. 12 миллион, то есть 17 миллион, 12 миллион 740 мың есте шешіп аламыз. Минимум 10 миллион шешіледі екен ғой да. 10 миллион шешіп алайық. И все. Ё-моё, не шешілмей жатыр. 10 миллион деп қоямыз. Все, енді шеше береміз. Болды, енді ішінде тек 2 миллион 740 мыңда тоже шешіп алатын боламыз. Все, сосын қанша болады менің қолымда қараймыз бірге. 2 миллион 740 мың. Ё-моё. 2 миллион 740 мың рублей. Шешеміз болды достар, смело.
біздің қолымызда уже 138 миллион бар. ТКны сататын адаммен мен договорға түсіп жатырмын, мінекей тайммен. Короче, максимум ТКны тек 100 миллионға қойылады екен, и ол 100 миллионға қояды, мен ставканы ровно 150 миллион қылатын боламын. Мен қолымда қазір 146 миллион бар. Короче, маған жетпей тұр пока что. Мен өзімнің автопаркымды және де өзімнің лодкамды сатып тастайын, содан кейін көрсететін боламыз. Пока мен мінекей таймды түсіріп, и ол аукционға 100 миллионға қойып тастайды. И все, қазір уже лодкамды сатып тастайын, содан кейін ставканы қойып тастайтын боламын. Ехеу достар, міне менің қолымда қазір 150 миллион бар. Осы 150 миллионды мен қазір ровно қылып сол ТКға ставканы тігетін боламын. Короче, осы ТК біздікі болады достар. Бой. Енді аты арбуз деген, әлі 3 сағат бар екен слет болуына. Ё-май, 3 сағат күте алмайым ғой мен. ТКны қатты қалап жатырмын. 150 миллион ровно қойып қоятын боламыз. Егерде 103 миллион 120 миллион қоятын болсақ, бізді банға жібереді біз дейтін договор жасап қойған жоқ. Договор жасап қойдық, бағана көргендеріңдей болды. Мінекей 150 миллион минус, жаман шешіліп жатыр ақшамыз дейтін. Все, енді күтетін боламыз 3 сағаттай примерно. Все, достар, қазір слет болатын болады, магия болады. Бой, мен қолымда 1 миллион 500 мың бар. Оған біз дейтін бір фура алатын боламыз. Сосын скоро фураларды толтырам. Қазір уже слет болуына бір 5 секунд қалды. Қазір күтеміз. Опа-на, все, наш. Так, 5 күннің ішінде біз 7 сағаттан ойнап тұрмасақ, осы ТК госқа шығып кететін болады. Қазір все, этот ТК наш, қазір барлығын сендерге көрсететін боламын. Все, барлығын реттеп қойдым. ТКмда барлық фураны алып, анау GPS жазасыңдар, есіңдер транспортный компания таңдайсыңдар. Сосын Батырова, мне офис, транспортный компания Батырова дегенді басасыңдар. Осы жерге метка болады. Сендер осы жерге келіп, міне осы ТКға кіретін жерге, осы жерде 5-ші списокта тұрады, голд деп, короче, сапсары болып, голд деген алтын. И достар, міне біздің название компания Gold, ішінде 56 адам бар уже дейтін, 9 фурамыз бар. Короче, осы серверде, Калининград серверінде бәріңді күтетін боламын. И 10-ші левел болған адамдар болса, осы Gold деген ТКмда күтем. Премия дейтін, короче, форумнан қарадым. Премия обычный, как 100 рейтинг 150к. Короче, осы фамамда тоже күтем, и ТКмда тоже сендерді күтемін.